Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте бір ерекше пирогтың рецептін ұсынбақшымын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп және колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бисмилля деп бастаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: олар қант, жұмыртқа, сары май, ұн, какао, қопсытқыш. Бірінші тестамызды дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды, қантымызды, сары майымызды барлығын қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі формаға келуі қажет. Қантымыз түгелдей дерлік еріп кетуі керек. Содан соң ұнымызды саламыз. Мен ұнның үстіне какао және разрыхлителді қосып қойдым. Соны електен өткізіп, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Міндетті түрде електен өткізулеріңіз қажет, себебі пирогымыздың көтерілуіне жақсы ықпал етеді. Алдында осылай венчикпен араластырамыз. Басы біріктіргенше, басы біріккеннен кейін қолымызбен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Оны бірден формамызға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 22. Сіздер қаласаңыздар 20-ға да 24-ке де істесеңіздер болады. Бортиктарын көтеріп, тура видеодағыдай істесеңіздер өте сәтті рецепт. Әдемілігі үшін бір келкі етіп қасықпен түзулеп шығамыз. Одан кейін холодильникке салып қоямыз. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін крахмалға жұмыртқамызды қосамыз, қантымызды қосамыз. Сөйтіп барлығы бір қаймағымызды қосамыз да, барлығы бір неге келгенге дейін, формаға келгенге дейін араластырамыз. Содан кейін холодильникте тұрған тестамызға алып құямыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Қызып тұрған пешке салуларыңыз қажет. Одан соң бетіне шоколадты ганаш құямыз. Шоколадты ганаш дайындағаным видеоға түспепті, бірақ описание бөліміне міндетті түрде қалай дайындау керек екенін жазып кетемін. Шоколад құйып біткеннен кейін кемінде 30 минутқа холодильникке салып қоюларыңыз қажет, шоколады қатқанға дейін. Осымен пирогымыз дайын. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ болып шықты. Кесілген кезінде де белгілі, нәзік кесіліп жатыр. Кәдімгі дүкендегі Марс деп аталатын шоколадтың дәмінен айнымайды. Міне достар, ішіндегі сметанасы ағып кетпейді, формасын өте жақсы ұстайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.